Ұлт болып қалыптасудың мәйегінде бірлік жатады. Ал сол бірлік бір-бірін сүюден, тым болмағанда құрмет көрсетуден, сыйлаудан туады. Бір-бірін сыйласпаған ағайын ешқашан ел бола алмайды. Ендеше ұлтынды сүй. Қазағымды сен қазағым демесен, сырттан келіп қазағым демейді, бауырына баспайды. Қазақ әуелі өзіне керек, өзгеге емес. Сен өзіңді керек қылмасан, кім сені керек қылады? Керек қылса да ермек қылады. Әрі қазақта туыс болмаған ешкім жоқ. Ендеше қазағымның жақсылығын асыр, жамандығын жасыр. Жақсысын өзің үшін жақсы көр. Жаманын осы елге адал қызмет еткен ата-бабалары үшін жақсы көр. Ел қорғап, жанын пида еткен ата батырлар үшін сүй. Не болмаса, күн ертең осы елге пайдасын тигізер ұрпақ үшін сыйла. Хам, бұзығын сынай бермей, түзік қыл. Әрі сол бұзықтың бұзықтығында өзінің де бір пайым бар екенін ұмытпа. Сен елге түзік асқақ, биік болсан, аранында аласа боп, ол нағып жүр. Өзгеден кемшілік көрме, кеңшілік көр. Өзгеден кемшілік іздей берсен, қоржын тамында жалғыз қаласың. Жалғыз қалған ел болмайды, дария шалқар көл болмайды. Ағайынға өкпе арта берсен, өкпесіз қаласың. Өкпесіз қалай тыныс алмақсың. Хам, адам пенде болған соң, кемшіліксіз болмайды. Бір кем дүние, деп атадан сөз қалған. Бірақ ол түзелмейді деген сөз емес. Біреудің кемін көрмеген жанның пейілі кен келеді. Көңілі көлдей кен келгендер әулиеге тең келеді. Бәрін таста. Қойынның үстінде қонғалы, сонау ұзақтан бозторғай көктем келе жатыр. Бір тойын болғалы жатыр. Бұл қазақтың мекені, адамзаттың қара шаңырағы. Әсілі қара шаңырақта қайта келген. Қазақты сол шаңырақтың иесі. Ендеше тойға дайындал, байрағыңды тік. Ел тұрмақ әлемнің алдында жасайтұғын ісін бар. Үш ағайынның басын қосу сені мойнында. Үш ағайын 300 емес, жер бетіндегі адамзат, ол Нұх пайғамбардың 3 баласынан тараған. Рухың келді, бабаларын оянды. Енді сенде не арман бар? Балағынды тістеген күшікке, шалбарына жабысқан шошқа тікенге алаңдай берме. Алдындағы шығар асуға сеңгірге қара. Ептілігіне қарама, тектілігіне назар сал. Сенен жақыннан да, алыстан да келетін, сені алатын енді жау жоқ. Келетіні келіп біткен, кебетіні кеуіп түгесілген. Қытай қанша көп болса да, қонышынан келмек емес. Мәшһүр әулие, жарықтық олар жайлы, Қытайын бір атым Насыбай депті. Насыбай ауыздағы нәрсе, түкірігі шашайтын нәрсе. Сол жаман түкіріктерін бір-біріне жұқтырып, бөгде елді жауламақ тұрмақ, өздерімен өздері әлек болып шашып кетсе керек. Шамасы, мәшһүр әулие бүгінгі вирусын мензесе керек. Ендеше, не тұрыс? Кешегі түтініндігі емес, келешек бүтіндігінді ойла. Әділдігін найзан болсын, мейірімін байлам болсын. Ұлт болып қалыптасудың мәйегінде бірлік жатады. Ал сол бірлік бір-бірін сүюден, тым болмағанда құрмет көрсетуден, сыйлаудан туады. Бір-бірін сыйласпаған ағайын ешқашан ел бола алмайды. Ендеше ұлтынды сүй. Қазағымды сен қазағым демесен, сырттан келіп қазағым демейді, бауырына баспайды. Қазақ әуелі өзіне керек, өзгеге емес. Сен өзіңді керек қылмасан,
кім сені керек қылады? Керек қылса да ермек қылады. Әрі қазақта туыс болмаған ешкім жоқ. Ендеше қазағыңның жақсылығын асыр, жамандығын жасыр. Жақсысын өзің үшін жақсы көр. Жаманын осы елге адал қызмет еткен ата бабалары үшін жақсы көр. Ел қорғап, жанын пида еткен ата батырлар үшін сүй. Не болмаса, күн ертең осы елге пайдасын тигізер ұрпақ үшін сыйла. Һәм бұзығын сынай берме, түзік қыл. Әрі сол бұзықтың бұзықтығында өзінің де бір пайым бар екенін ұмытпа. Сен елге түзік асқақ, биік болсан, аранында аласа боп ол нағып жүр. Өзгеден кемшілік көрме, кеңшілік көр. Өзгеден кемшілік іздей берсен, қоржын тамында жалғыз қаласың. Жалғыз қалған ел болмайды, дария шалқар көл болмайды. Ағайынға өкпе арта берсен, өкпесіз қаласың. Өкпесіз қалай тыныс алмақсың. Һәм адам пенде болған соң кемшіліксіз болмайды. Бір кем дүние деп атадан сөз қалған. Бірақ ол түзелмейді деген сөз емес. Біреудің кемін көрмеген жанның пейілі кен келеді. Көңілі көлдей кен келгендер әулиеге тең келеді. Бәрін таста. Қойынның үстінде қонғалы сонау ұзақтан бозторғай көктем келе жатыр. Бір тойын болғалы жатыр. Бұл қазақтың мекені, адамзаттың қара шаңырағы. Әсілі қара шаңырақта қайта келген. Қазақты сол шаңырақтың иесі